Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Барселона шабуылшы қарап басы қатты. Бүгін Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңі басталды. Клубтық әлем чемпионатының жартылай финалы. Ал Арсенал екінші ресми трансферін жасады. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді әдептен озбай, көп созбай, бірден бүгінгі жаңалықтарымызды бастайық, кеттік. Барселонаның қазіргі таңда басы қатып жатқан жайы бар. Себебі алайын деген Нико Уильямс 10 жылға Атлетик Билбаомен келісім шарт созып тастады. Алайын деп отырған Луис Диас Ливерпульдің венгеріне қызығып отыр еді. Ол Баварияға барам деп байбалам салып жатыр. Ал ендігі кезекте Барселонада өте үлкен нұсқалар қалған жоқ. Ендігі кезекте Маркус Решфордпен сөйлесіп жатыр дейді АС басылымы. Ал енді Маркус Решфордқа негізінде Барселона қызығушылық танытқан болатын, бірақ та келіссөздер басталмаған еді. Қазір екі тарапта келіссөздер ақырын басталып жатыр дейді. Маркус Решфорд өзі қатты Барселонаға қосылғысы келеді, себебі Рубен Аморим Маркус Решфордқа мүлдем сенбейді. Жаттығуға да келмей қойсаң болады деген екен. Керек десеңіздер, оның арқасындағы 10-ші нөмірден де қазір айырылды. Осындай ақпараттар бар. Өзін сыйламайтын жерде қалмағаным да дұрыс деп отыр Маркус Решфорд. Қазіргі таңда Барселона Решфорд арасында келіссөздер жүріп жатыр. Жақын арада Решфорд Маркус Барселонаның ойыншысы атанады деп күтілуде. Жерге де көкке де сыймай жатқан Ювентустың шабуылшысы Душан Влаховичтің бар екенін сіздерге айта кетейік. Алдыңғы шығарылымда айтқан болатынбыз, Влаховичті Ювентус қалайда сатуға дайын, себебі бір маусым ғана келісім шарттары қалды деп. Енді тағы да негізгі ақпараттар шыға бастады, негізгі бағасы шықты. Душан Влаховичті 15 миллион евроға сатады Ювентус клубы. 15 миллион евроға бұндай жақсы шабуылшыны алып алуға болады. Тәуекел етуге болады. Тәуекел ететіндей ақша ойнамай қалған жағдайда да өте қатты өкініш жоқ. Ойнап кетсе тамаша деген сияқты тәуекелді жасауға болады. Жалпы Душан Влахович трансфер-маркет порталында 35 миллион евро тұрады. Оны да айта кетейік, фактыларды, ақпараттарды. Өкініштісі, Ювентустың үмітін ақтамады. Ювентус Влаховичті 80 миллион евроға алған болатын. Ал жалпы Влаховичтің жалақысы тек қана Ювентуста емес, барлық серия Ада ойнап жүрген ойыншылардан көп екен. Енді қазір Душан Влаховичті қатарымызға қосамыз деп отырған АПЛ-дан екі клуб бар. Оның біреуі Астон Вилла, екіншісі Ноттингем Форест. Жалпы Астон Вилланы да Ноттингем Форестті да сыйлаймыз, құрметтейміз, бірақ та олардан деңгейі жоғары топ клубтарға баруына болар еді. Арсеналға жақсы жарасатын сияқты. Арсеналда қазір нақты шабуылды түйіндейтін ойыншы жоқ болып жатыр. Осы Арсеналға барса әдемі, Манчестер Юнайтедке барса қалай деген сияқты нұсқалар бар. Сіздердің ойларыңызша АПЛ-ға Влахович сіңіп кете алады ма, ойнай алады ма, немесе сол серияда басқа лигаға барғаны дұрыс па? Влаховичті қандай клубта көресіз сіз? Өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді жаза отырыңыз. Ал біз ары қарай ақпараттарымызды жалғастырайық. Ал достар, бүгін бізді жақсы қызықты ойындар күтіп тұр. Ол Чемпиондар лигасы іріктеу кезеңі оралды бізге. Бүгін Қайрат ойнайтын болады Олимпияға қарсы, Словениялық командаға қарсы. Енді жалпы статистикаларға қарайтын болсақ, букмекерлардың өзі жалпы Олимпия бүгін ұтады Қайратты деген ақпараттарды көрсетуде. Жасанды интеллект қада салған екен бұл ойынның есебі қалай болады деп. Ал жасанды интеллект есеп 1-0 немесе 2-1 Словениялық команданың пайдасына. Яғни бүгін Олимпия ұтады деген екен. Барлық сарапшылар, жасанды интеллект бәрі қателесіп қалуына тілекшіміз, себебі біз Қайратқа, өзіміздің отандық клубқа жанкүйеріміз. Бүгін тек қана сәттіліктер тілейміз, жеңісті күтеміз. Және де Қайраттың ойыны ғана емес, бұл жерде клубтық әлем чемпионатының жартылай финалы да басталды. Бүгін Флуминенсеге қарсы
Челси ойын көрсетеді. Флуминенсе өте мықты командалардан өтіп келе жатқан команда. Челсидің да деңгейі жақсы. Енді финалға кім өтеді? Өте қызық ойынды біз күтудеміз. Бүгін түнгі сағат 12-де болады. Ал Қайраттың ойынын ескерте кетейік, түнгі сағат 10-да. Ал Челси жеңеді ме, Флуминенсе жеңеді ме? Бұл жерде ешқандай да ақпаратты айта алмаймыз. Жасыл алаң көрсетеді. Ал жартылай финал клубтық әлем чемпионатының ертең Парис Сен-Жермен Реал Мадридтің ойыны болады. Финалға бергісіз ойын деп осы ойында айталатын шығарымыз. Жалпы енді осы қызықты ойындардың, қызықты матчтардың бәрін ақпараттарын, аналитикаларын, статистикаларын, тікелей эфирін, голдарын бәрін біз сіздерге өзіміздің Алтын Доптың Телеграм арнасында тегін ұсынып отырмыз. Барлық ақпараттарды ала отырыңыздар. Біздің Телеграм арнамызбен бірге болыңыздар. Ал Телеграм арнамыздың сілтемесін осы видеоның астына, комментария бөліміне, описание бөліміне салып қоятын боламыз. Бізді қолдай жүріңіздер барлық жағынан. Және де қолдап жүрген достарға тағы да осы жерде алғыс айтамыз. Ақпараттарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бавария мен Парис Сен-Жермен кездескеннен кейін ақпараттар өте көп шықты. Желіде Томас Мюллер өзінің футболшы ретіндегі мансабын аяқтады. Ешқандай да МЛС, ешқандай да Сауд Арабиясына бармайды. Осымен мәселе бітті. Өзі аяқтады, өзі сұхбат берді. Және де осы өкінбеймін еш нәрсеге, бәрі керемет менде деді. Жалпы Томас Мюллер негізі осы Баварияның аңызы, Баварияның жүрегі, нағыз Бавария үшін жаратылған ойыншы деп айтуға толықтай келеді. Өзі кішкентай кезінен бастап Баварияда тәрбиеленген, қазіргі кезінен дейін жүрді. Тарыдай боп кірді, таудай боп шықты деген нәрсенің бәрі Томас Мюллерге жарасады. Жалпы Томас Мюллер 33 трофей алды Бавариямен, 750 ойын өткізді, 250 гол салды, 276 голдық пас берді. Кез келген ойыншы қызығып қарайтындай мансабы болды. Және де біз Томас Мюллерге болашақта да тек қана сәттіліктер тілейміз. Оны міндетті түрде футболдың сферасында біз көреміз. Себебі Баварияның қатықпаған қағидасы бар. Өздерінің аңыздарын міндетті түрде жұмысқа алады. Ал енді Томас Мюллер Баварияға 1-2 жылдан асырмай-ақ жұмысшы болып келеді, қызметтес болады. Және де сол қызметте де Бавария үшін жанын салып жұмыс жасап, Бавария үшін, Баварияны дамыту үшін күшін салады деп сенеміз. Тек қана жақсылықтар тілеуден басқа ештеңе жоқ. Томас Мюллер бәрі алдағы өмірінде де сәтті болсын, жақсы болсын деген тілектеміз. Арсенал ақыры дегендеріне жетті. Мартин Субимендиді қатарларына қосты. Енді Sky Sport басылымының айтуынша 55 миллион евроға алды, ал BBC басылымы 68 миллион евроға алды дейді. Осында екі тарапта ақпараттар бар. Қай бағаға қарасаңыздар да жарасады, ештеңе етпейді, өте жақсы жартылай қорғаушы. Ал енді Арсеналдың бұл Кепа Аризабалагадан кейінгі осы жазғы трансферлік терезеде екінші трансфері. Реал Сосьедадтың лидерларының, көшбасшыларының бірі болды. Арсеналдың көзіне ертеден бері түскен болатын. Арсенал өздерінің дегендеріне жетті. Екі тарап 2030 жылға дейін келісім шартқа қол қойды. Және де Арсенал бұнымен тоқтап қалмайды. Енді жақсы бір шабуылшы қарастыратын болады. Арсеналға тек қана сәттіліктер тілейміз. Мартин Субименди Арсенал үшін өте тәтті трансферлердің бірі деп санаймыз. Өте мықты трансфер, топ трансфер деуге әбден болады. Ал енді достар, бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Біздің Телеграм арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сілтемесі төменде. Ал осы YouTube арнамызға жазылмай қарап жүрген достар болса, YouTube арнамызға да жазылып қойыңыздар. Ақпараттардың жылдам шығатын арнамыз осы. Сіздерге бірінші болып жеткізіп отыруға тырысамыз. Және де бізді қолдап жүрген достарға тағы алғыс айтамыз. Біз сіздермен біргеміз. Назарларыңызға рахмет достар.